Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Мадина. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер, қолдап отырыңыздар. Бүгін біз сіздермен KFC-дағыдай тақырлақ тауық қанаттарын жасайтын боламыз. Міне маринадтауға кірісеміз. Тауық қанаттары мында жүр тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және де паприка қажет болады бізге. Енді осылардың барлығын біз суға араластырамыз. Араластырып, мына крылышкеміздің үстіне құйып, 2 сағаттай маринадтап қоятын боламыз. Ал енді бізге ұн, қызыл бұрыш және паприканы жақсылап араластырып, осы маринадталған тауық қанаттарымызды екі бетін жақсылап аунатамыз. Және де таза суға осылай мен сияқты салып, тағы да ұнға екі бетін жақсылап аунатып, қызып тұрған сұйық майымызға жақсылап қуырып алатын боламыз. Бір осылай шала қуырып алғаннан кейін сүзіп алып, екінші тағы қызғаннан кейін тағы да осылай салып қуырып алыңыздар. Ішінің барлығы піседі, тұзы бұрышы барлығы жақсы болған, дәмі өте керемет болған. Пайдаларыңызға жарасын. Достар, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Менде 23 тауық қанаттары шықты. Отбасымыздың бәріне жетті, барлығы тойды, барлығы довольный болды. Рахметтерін айтып жатыр. Ал ас болсын.